араларыңызда отырған менің әріптестерім үшін, сонымен қатар қызмет бабымен сапалық әдістерді аналитикалық жұмыста қолданып көрген азаматтар үшін бұл ақпарат жаңалық болмас. Алайда осында отырған барлық азаматтар мен азаматшалар үшін барлық тыңдармандардың түсінік деңгейі бірдей болу үшін ең алдымен сандық және сапалық әдістер арасындағы айырмашылықтар туралы сөз қозғағым келіп отыр. Жалпы әлеуметтану ғылымында әдістерді шартты түрде сапалық және сандық әдістер деп екі ірі топқа бөледі. Мұндай бөлініс шартты, себебі барлық әдістердің, социологияда қолданылатын барлық әдістердің эпистемологиялық, яғни танымдық негіздері бір. Бірақ және де ең түптеп келгенде басты мақсат бұл зерттеудің сенімді нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін әдісті таңдау болып табылады. Енді көп жағдайда зерттеудің сенімділігін, яғни валидтілігін жоғарылату үшін зерттеушілер сандық және сапалық әдістерді қосарлап қолданады. Зерттеудің мұндай дизайны триангуляция принципіне сәйкес келеді. Мектеп бағдарламасынан естіп көргендеріңіз бар шығар. Математика, тригонометрия саласынан триангуляция деген ұғым әлеуметтік ғылымдарға еніп отыр. Егер мысал келтіретін болсам, мәселен, жаңағы экстремистік мазмұнды аудио жазбаларды тарататын радио нүкте, пи нүктесін анықтау қажет дерлік. Ол үшін сіз А нүктесінен радиопеллингаторды қолданып, пи нүктесінің орналасу бағытын анықтауға тырысасыз. Тура осындай стратегияны B нүктесінен қолданасыз. Және де А және B нүктелерінің орналасу жерін біле отыра, олардың арасындағы арақашықтықты біле отыра, тригонометриялық принцип арқылы сіз P нүктесінің орналасқан жерін анықтай аласыз. Яғни триангуляция принципі математикада, тригонометрияда осылай жүзеге асады. Және де әлеуметтік ғылымға да тура осындай принцип жұмыс істейді. Яғни қарапайым мысал келтіретін болсам, мәселен, сіз әдеттен ерте оянуыңыз керек дерлік ертең. Ол үшін сіз бірнеше әдіске жүгінесіз. Ең алдымен смартфоныңыздағы оятқышты ертерек уақытқа қоюға тырысасыз. Екіншіден, мысалға, ерте тұруға әдеттенген досыңызға немесе әріптесіңізге өзіңізді ертерек телефон шалып оятуды сұрайсыз. Және үшінші әдіс, мысалға, үйдегілердің біреуін оятқыштың дауысын естісе, немесе телефонның дауысын естісе, өзіңізді түртіп қоюды ұсынасыз. Яғни осы әдістердің үшеуінің біреуі егер белгілі бір себептермен жұмыс істемей қалатын болса, онда үштен біреуі бір жұмыс істер. Яғни сіздің әдеттегіден ерте оянам деген мақсатыңызға қол жеткізуге мүмкіндік беру керек. Тура осындай принцип, триангуляция принципі әлеуметтік зерттеулерде де іске асады. Яғни зерттеудің сенімді нәтижелеріне қол жеткізу үшін біз барынша әртүрлі әдістерге немесе әртүрлі өлшеу құралдарына жүгінуімізге болады. Енді осы сандық және сапалық әдістердің өзара айырмашылығына тоқталып өтейік. Сапалық және сандық әдістердің айтып кеттім, эпистемологиялық танымдық негіздері бір, бірақ олардың парадигмалық айырмашылықтары бар. Ең бірінші айырмашылық бұл гипотеза құруға байланысты. Сандық әдістерді қолданғанда сіз ең алдымен зерттеу дизайнынан бастайсыз, зерттеудің бағдарламасын құрасыз. Және зерттеудің гипотезасы осы кезеңде қалыптасады. Яғни зерттеу бағдарламасын қалыптастыру, яғни далалық кезеңге көшпес бұрын ең алдымен гипотеза анықтап аласыз. Ал сапалық әдістерді қолданғанда көбінесе мысалға grounded theory деп айтамыз, далалық кезеңді жүзеге асыру барысында гипотеза туындауы мүмкін. Немесе эмпирикалық мәліметтерді жиналып алғаннан кейін оларды интерпретациялау барысында белгілі бір гипотезалар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар сандық және сапалық әдістердің арасында теориялық ыңғайларды қолдану жөнінен де айырмашылықтар бар. Мысалға, сандық әдістерді қолданғанда сіз көбінесе дедуктивті логикаға жүгінесіз, яғни жалпыдан жекеге қарай. Сонымен қатар сіздің қолданатын теорияларыңыз, мысалға, себеп салдарды түсіндіруге қабілетті теориялар болуы мүмкін.
Ал сапалық әдістерді қолданғанда мұнда сіз индуктивті логикаға жүгінесіз, яғни жеке бақылауларды жалпылауға тырысасыз, иә. Содан кейін жаңағы бұнда да сапалық әдістерді қолданудың ең бір жақсы жері бұл жаңағы себеп салдарлық қатынастарды анықтау, иә, айнымалылардың арасындағы. Енді үшінші ерекшелік ол тікелей әртүрлі әдістерді қолданғандағы процедураларға байланысты болып келеді. Сандық әдістерді қолданғанда процедуралар көбінесе стандартталған болып келеді. Мысалға, егер бұқаралық сұрау әдісін қолданатын болсаңыздар, онда стандартталған мысалға инструментарий, құрал, анкетаны қолданасыз. Ал сапалық әдістерді қолданғанда мысалға гайд қолдануға болады. Гайд өзінің құрылымы жағынан құрылымдалған немесе құрылымдалмаған болуы мүмкін, яғни стандартизацияға жатпайды. Және келесі ерекшелік ол мәліметтерді визуализацияға байланысты. Сандық әдістерді қолданғанда көбінесе сіз үлкен мәліметтер базасымен жұмыс істейсіз. Оларды енді аналитикалық құжаттың ішінде берген кезде сіз көбінесе статистикалық талдау әдісіне негізделіп барып бересіз. Мысалға линейный распределение деп айтамыз. Түрлі жаңағы графиктер жасауға болады, көрсетуге болады. Енді сапалық әдістерді қолданған кезде визуализация көбінесе мысалға интервьюлардың үзіндісін келтіру арқылы, немесе бақылау жүргізгенде, күнделік жүргізгенде күнделіктің фрагменттерін көрсету арқылы, фото, аудио документтердің үзіндісін көрсету арқылы визуализация жасауға болады. Және соңғы ерекшелік ол талдауға байланысты. Жаңа айтып кеткендей, сандық әдістерді қолданған кезде мәліметтерді талдағанда біз көбінесе статистикалық әдіске жүгінеміз, өйткені мәліметтердің ауқымы мысалға өте көп болуы мүмкін. Біздің институтта мысалға бұқаралық сұраулар көлемі, мысалға іріктеме көлемі 8000 респондентке дейін жетіп жатады. Сондықтан осындай мәліметтерді беру үшін біз статистикалық талдауға негізделеміз. Ал сапалық әдістерді қолданғанда бұл жерде түрлі интерпретативті әдістер, яғни оның ішінде мысалға типология әдісін мысал ретінде келтіруге болады. Енді сапалық әдістерді қызмет бабында қолданғанда өте көп жағдайда көптеген жаңағы мифтерді естіп жатамыз сапалық әдістерге байланысты. Мысалға, енді оларға қатысты мифтер өте көп, кейбіреулерін ғана слайдта көрсеттім. Мысалға, кейбір сарапшылар сапалық әдістерді тек қана жабық топтарға қатысты ғана қолдануға болады деп есептейді. Жабық топтардың мысал ретінде әйелдер жамағаты, нашақорлар, маскүнемдер, қылмыстық баптар бойынша сотталған азаматтар мен азаматшалар, тағы басқа жаңағы сұрау жүргізуге, бақылау жүргізуге қиын жабық топтарды зерттеу үшін ғана қолдануға болады деп есептейді. Әлбетте, мұндай топтарды зерттеуде шынымен-ақ сапалық әдістерді қолдану тиімді стратегия болуы мүмкін. Алайда мұндай топтарға қатысты сандық әдістерді қолдануға болмайды деген пікір ол бұрыс. Мысал келтіретін болсам, мысалға жаңағы пенитенциарлық ұйымдарда болып отырған мысалға түрлі қылмыстық баптар бойынша сотталған жас азаматтарды алатын болсақ, егер біздің құқық қорғау органдарының құжаттарына қолжетімділігіміз болса, онда осы жастарға қатысты мысалға үлкен мәліметтер базасын құруға болады. Олардың жеке іс қағаздарын белгілі бір базаға кіргізу арқылы. Ол мұндай мәліметтер базасы бізге қандай ақпарат бере алады? Мысалға, орташа әлеуметтік портреті қандай, қылмыскердің, жас қылмыскердің. Сонымен қатар жаңағы оның қанша мәрте қылмысқа жүгінгендігі туралы, қандай отбасынан шыққандығы туралы көптеген жаңағы сандық мәліметтерді мәліметтер базасына кіргізу арқылы анықтауға болады. Ал сапалық әдістерді қолдану арқылы, мысалға тереңдетілген интервью жүргізу арқылы қылмыскермен оның өзінің жасаған қылмысқа байланысты рефлексиясын анықтауға болады. Ол жаңағы қылмыс туралы не ойлайды? Қазақстандағы өзіне қатысты мысалы қолданылған заң жүйесі туралы не ойлайды? Қылмысқа не үшін барды, яғни қылмыстың алғышарттары қандай болды деген сұрақтарға біз жауап бере аламыз сапалық әдістерді қолдана отырып.
Енді келесі миф ол жаңағы сандық әдістерді тек қалталы зерттеушілер ғана қолдана алады, яғни қаражаты жеткілікті зерттеушілер ғана қолдана алады, қалғандар сапалық әдістерге жүгінеді деген миф. Шынымен де сандық әдістерді қолданғанда көбінесе біз көптеген қаражатты қажет етеміз, өйткені бұқаралық сұраулар жүргізу үшін ол интервьюерлердің жұмысын төлеу қажет. Егер мысалға копи әдісімен планшеттермен жүргізетін болсаңыздар, оған да арақша қаражат керек. Егер қағазбен анкета қолданатын болсаңыз, оны басып шығару үшін қаражат керек. Интервьюерлердің мысалға Қазақстан бойынша жүріп тұруына қаражат керек сияқты. Осыған байланысты сандық әдістерді қолданғанда көбінесе қаржы деңгейі және уақыт шығыны жағынан өте жоғары болып келеді. Алайда сапалық әдістерде қаржы уақыт шығыны жағынан өте шығынды болуы мүмкін. Мысалға, егер сіздің зерттеу объектісіңіз шетелде болатын болса, немесе осыған байланысты шетелдегі архивтердегі құжаттармен жұмыс істеу қажет болатын болса, немесе шетелде тұратын азаматтармен жаңағы тілдесу қажет болса, сұхбаттасу қажет болатын болса, және бір емес бірнеше мәрте шетелге саяхаттау қажет болатын болса, онда сапалық әдістердің шығыны да арта түседі. Яғни біз әдісті жаңағы таңдаған кезде ең алдымен зерттеудің мақсаты мен міндетіне қараймыз. Зерттеудің мақсат міндетіне қарай әдіс таңдаймыз. Әлбетте қаржы, уақыт шығыны бұл ресурстарының бар болуы ол зерттеудің жаңағы әдістеріне ықпал етеді. Бірақ белгілі бір әдістің түрін таңдау емес, оның жаңағы көлемін оптимизациялауға ықпал етеді. Енді келесі миф көбінесе әртүрлі әдістермен алынған зерттеу нәтижелерін жалпылау мүмкіндігіне байланысты. Шынымен де сапалық әдістерді қолданған кезде біз мысалға өзіміздің бақылау нәтижелерімізді генералды жиынтыққа жалпылай алмаймыз, яғни экстраполяция мүмкіндігі жоқ. Алайда ол сапалық әдістің олқылығы емес, себебі сапалық әдіс мұндай мақсат қоймайды да. Сапалық және сандық әдістерді қолданғанда біз әртүрлі зерттеу сұрақтарына жауап береміз. Егер мысалға сандық әдістерді қолданғанда біз қаншалықты жиі деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, сапалық әдістерді қолданғанда неге деген сұраққа жауап береміз. Қалай, яғни әлеуметтік мысалға феноменді бақылаған кезде осындай әлеуметтік феномен қандай жағдайда туындайды, неліктен туындайды деген сұраққа жауап беруге, және қандай механизмдер арқылы туындайды деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ендігі кезекте сапалық әдістердің кең таралған түрлері мен олардың аналитикалық жұмыста қолданылу ыңғайларына тоқталып өтейік. Сапалық әдістердің ішінде ең бір қызықты әдістердің бірі бұл бақылау әдісі. Бақылау әдісінің басты құндылығы бұл әлеуметтік феноменді өзінің табиғи ортасында бақылауға деген жаңағы мүмкіндік. Мұндай зерттеу бірлігін кездейсоқ таңдауға өте қиын, сондықтан көп жағдайда бақылау объектісін таңдаған кезде біз жаңағы кездейсоқ емес, ықтималдықты тәсілмен таңдаймыз. Оның ешбір олқылығы жоқ, себебі бұл әдісті қолданған кезде біз жаңағы айтқан экстраполяция мақсатын қоймаймыз, яғни жалпылау мақсатын қоймаймыз. Зерттеушінің бақылаудағы позициясына қарай бақылау іште және сырттай болып бөлінеді. Егер мысалға сіз белгілі бір әлеуметтік топты зерттеу объектісі ретінде, бақылау объектісі ретінде таңдасаңыз, егер сол топтың ішінде кірігетін болсаңыз, онда бұл іштей бақылауға жатады. Сырттай бақылау, енді аты айтып отырғандай, сіз зерттеу объектісіне байланысты позицияңыз жекеленген болуы мүмкін, яғни сіз бақылауды топтың ішінен емес, оның сыртқы мүшесі ретінде бақылайсыз. Іштей бақылауды жүргізгенде бақылау объектісі таңдалып, жаңағы әлеуметтік, мысалға белгілі бір бақылауға түсетін әлеуметтік топтың ішіне кірігудің
және зерттеудің далалық кезеңі аяқталғаннан кейін одан шығудың жолдарын алдын ала қарастыру керек. Мына схемаға қарайтын болсаңыз, принятие социальной роли дейді. Мысалға іште бақылау жүргізген кезде, егер сіз топтың ішіне кірігетін болсаңыз, сол топқа кірігу үшін лақап, роль, легенда ойлап табуыңыз керек. Және бақылау аяқталғаннан кейін ол топтан, бақылаудан шығу үшін де жаңағы тиісті легенда ойлап табу қажет. Бұл алдын ала жасалатын жұмыс. Жиілігіне қарай бақылау жүйеленген, яғни белгілі бір жиілікпен ұйымдастырылатын бақылау, және жүйеленбеген, яғни кездейсоқ ситуативті жүргізілетін бақылау болып бөлінеді. Енді ол көбінесе неге байланысты? Ол көбінесе зерттеу пәніне байланысты. Мысалға, егер сіз митингті іштей бақылау жүргізем деп бел болсаңыз, онда сіз көбінесе ситуативті бақылау жүргізесіз. Яғни митинг орын алдыма ішіне барып кірігіп бақылау жүргізесіз. Бірақ митингінің қай уақытта өтетінін сіз жоспарлай алмайсыз, анықтай алмайсыз. Сондықтан митинг орын алған кезде ғана барып бақылау жүргізе аласыз. Ал егер зерттелетін объект, мысалға, жалпы белгілі бір аймақта бақылау жүргізетін болсаңыз, онда бір әлеуметтік процесс, ұзақ әлеуметтік процесс, мысалға, табысы төмен азаматтардың билікке деген сенімі деген, мысалға, тақырыпта зерттеу жүргізетін болсаңыз, сонда бұл процесті ұзақ уақыт бақылауға болады. Ол сіздің қаржы және уақыт шығыныңызға тікелей байланысты. Енді нақты мысалдар келтіретін болсам, бақылау әдісі біздің институттық зерттеулердің шеңберінде бірнеше мәрте қолданылды, әлі де болса қолданылып келеді. Мысалы, осыдан бірер жыл бұрын көп балалы аналар митингілерінің болғанын білесіздер. Оларға біз іштей бақылау жұмысын жүргізген болатынбыз. Оның басты мақсаты көп балалы аналардың наразылық мотивтері, олардың мемлекеттен күтетін күтімдері, алға тартатын талаптары, және де мемлекеттік органдардың, тиісті мемлекеттік органдардың медиацияға қабілеті, яғни қаншалықты олардың реакциялары дұрыс болды, дұрыс болмады деген сұрақтардың төңірегінде аналитикалық материалдар дайындалды. Одан артық, мысалға, көрші мемлекеттегі жағдайға байланысты миграциялық ағымның ұлғайғанын білесіздер. Осы контекстте, мысалға, әлеуметтік желілерде топтардың ішінде іштей бақылау жұмыстары жүргізіліп отырды. Сонымен қатар Алматы қаласында қаңтар оқиғасының қайталану қаупін талдау мақсатында арнайы экспедиция ұйымдастырған болатынбыз. Сол экспедицияның барысында, мысалға, базарлар, адамдар көп жиналатын жерлер, қоғамдық көлік тоқтайтын аялдамаларда іштей және сырттай бақылаулар ұйымдастырылды. Енді бұл әдісті сарапшылар мектебінің топтық жобаларының шеңберінде де қолдануға мүмкіндік бар. Мысалға, нақты мысалдар келтіретін болсам, мысалы, шағын және орта бизнесті дамыту және қолдау бағыты бойынша іштей бақылауды құпия сатып алушы техникасы бойынша жүргізуге болады. Мысалы, сіздер білесіздер, біздің елімізде шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында мемлекет тарапынан бірқатар шаралар ұсынылады. Бұл шаралардың тиімділігі қандай? Мысалға, мемлекеттік көмекке жүгінген кезде шағын және орта бизнес қандай кедергілерге тап болады? Оның ішінде қандай административті кедергілер бар деген сұраққа жауап беру үшін, мысалға, іштей бақылау жүргізуге, немесе сырттай бақылау жүргізуге болады. Сонымен қатар сауда-саттық саясатын, мысалға, зерделеуде, сіздер білесіздер, шағын маркеттерде сауда кеңістігінің 30%-ын отандық өнім өндірушілерге беру жөнінде норма бар. Осы норма, мысалы, қаншалықты сақталуда? Біздер білеміз, мысалға, шағын және орта маркеттерде, мысалы, желілік жүйемен жұмыс істейді, мысалға, смол, арзан, тағы басқа, магнум сияқты. Осындай, мысалға, маркеттердің жүйесінде, желісінде осы норма қаншалықты сақталады, осы сұрақтың төңірегінде, мысалға, бақылау жүргізуге болады. Сонымен қатар аймақтық қауіпсіздік, этнодемографиялық процестерді талдауда
басқа елдермен шекаралас елді мекендерде іштей бақылау жүргізуге болады. Мысалға, шекара қаншалықты жақсы қорғалып жатыр, екі мысалға елдің азаматтығын алу фактілері қаншалықты байқалады, мұндай азаматтардың ниеттері қандай стратегиялар қолданады деген сияқты сұрақтарға жауап беруге болады. Сонымен қатар білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру қызметтерінің қолжетімділігін түрлі депривациялық топтардың арасында бақылауға болады. Мысалға, статистикалық мәліметтерге сүйене отырып, кейбір әлеуметтік топтардың мысалға денсаулық сақтау қызметіне жүгінуі әлдеқайда сирек екендігін байқауға болады. Яғни осы топтардың арасында мысалға бақылау жүргізу арқылы түрлі дәстүрлі емес медикалық қызметке жүгіну фактілері, неліктен жүгінетіндерін, ол қандай медициналық қызмет екендігін мысалға анықтауға болады, және тиісінше ол тақырып бойынша аналитикалық материал әзірлеуге болады. Енді бақылау әдісін қолданғанда назар аударарлық бірнеше аспектілер бар. Сандық әдістермен мысалға сіз жұмыс істегенде, сіз тікелей зерттеу объектісімен қарым-қатынасқа түспейсіз. Тікелей қарым-қатынасқа интервьюерлер түседі. Интервьюерлер ақпаратты жинап, сізге мәліметтер базасын әзірлеп келгенде, сіз тікелей сандармен жұмыс істейсіз. Ал сапалық әдістерді қолданғанда, сіз тікелей, әсіресе іштей бақылау жүргізгенде, сіз зерттеу объектісімен тікелей қарым-қатынасқа түсесіз. Тиісінше, мысалға, шамадан тыс сезімтал болу, немесе зерттеу объектісіне бір субъективті сыншыл көзқараспен қарау, ол сіздің зерттеу оптикаңызды өзгертуі мүмкін, оған кері ықпал етуі мүмкін. Және де онымен қатар бақылау барысында зерттеуші тап болатын көптеген психологиялық феномендер зерттеушілерге мәлім. Мысалға, Галло эффектісін, Полиана эффектісін айтып кетуге болады. Галло эффектісінің мәні келесіде, мысалға, егер біз кез келген біз танымайтын адаммен алғаш қарым-қатынас орнатқан кезде, біз сол адам туралы өзіндік бір пікір қалыптастырамыз. Бұл пікір көп жағдайда позитивті немесе негативті болуы мүмкін, және сирек жағдайда ол сондай бір нейтралды қалыпта болады. Осы мысалға адам туралы зерттеу тобы туралы қалыптасқан алғашқы пікір, ол бақылауға өте үлкен ықпал етеді, зерттеушіге ықпал етеді. Және осыны болдырмау үшін біз осындай эффектінің бар екендігін есте сақтауымыз керек. Мысал келтіретін болсам, мысалға, сіз маскүнем адамдарды жақтыртпайтын шығарсыздар. Тиісінше, мысалға, далалық бақылау жүргізген кезде, егер осындай адамдарға тап болсаңыз, сіздің оған қатысты бақылау нәтижелеріңіз субъективті болуы мүмкін. Мысалға, сіз бір жек көрінішті сезіммен қарайтын болсаңыз, бұл адамға тиісті мысалға сыншыл нәтижелерге қол жеткізуіңіз мүмкін. Немесе керісінше, егер мұндай адамдарға жанашырлықпен қарайтын болсаңыздар, онда бұл маскүнем адамның пікірлерін немесе оның бір іс-әрекеттерін ақтап шығуға тырысасыз. Бұл кері эффект, Полиана эффектісі деп атайды. Енді мұндай жағдайларды болдырмау үшін қандай стратегия қолдануға болады, не істеуге болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, ең алдымен зерттеуді бастамас бұрын, зерттеу объектісіне байланысты сіздің өзіңіздің қандай субъективті пікірлеріңіз бар, осы сұраққа жауап беруге тырысу керек. Яғни, мысалға, НИТ санатындағы жастар арасында бақылау жүргізетін болсаңыз, онда осы жастар туралы сіздің қандай пікірлеріңіз бар. Қаншалықты субъективті болғанымен, оны бәрібір жазып алу керек. Себебі сіз ертең мәліметтерді интерпретациялаған кезде өзіңіздің интерпретацияңыздың шектеулерін білетін боласыз, лимиттерін білетін боласыз. Яғни, біз енді жалпы методологиялық индивидуализм деген бар, мысалы, сапалық әдістерді қолданған кезде, біз бәріміз адамбыз, сондықтан мысалға өзіміздің ішіміздегі белгілі бір нақты тұлғамен зерттеушінің тұлғасын бөліп алу өте қиын. Сондықтан мысалға зерттеу жүргізгенде қаншалықты объективті болуға тырыссақ та, бәрібір біздің субъективтілігіміз ұстап тұрады. Сондықтан енді максималды деңгейде саналы болуға тырысу керек. Яғни, мысалы, кез келген зерттеу объектісін бақылаған кезде, оған қатысты белгілі бір зерттеу манипуляциясын қолданған кезде, міндетті түрде өзіңізге есеп беріп отыруыңыз керек. Және де
мысалға метод длинного стола деп айтамыз, Штейнбергтің бір әдісі бар. Яғни сіз жобаны өзіңіз жеке жүргізсеңіз де міндетті түрде басқа сала мамандарымен ақылдасуға тырысу керек. Мысалға бақылау жүргіздіңіз бе, онда мысалға сіз әлеуметтанушы бола тұрсаңыз, мысалға осы салада маманданатын басқа мамандармен ақылдаса отырып, мәліметтерді интерпретациялағанда сол кісілердің ақылына жүгіне отырып, мысалға өзіңіздің субъективтілігіңізді минимизациялауға болады. Содан кейін тағы да айтып кететін маңызды нәрсе, бұл бақылау жүргізгенде күнделік жүргізу өте маңызды. Барлығын есте сақтап қаламын деп ойламаңыздар. Себебі бақылау кезінде біз енді адам болғаннан кейін көбінесе эмоцияға берілеміз. Белгілі бір бақылау мысалға элементтері бізге маңызды болып көрінуі мүмкін, келесілер маңызды емес болып көрінуі мүмкін, бірақ мәліметтерді интерпретациялаған кезде кейбір бақылау элементтері мысалға есіңізден шығып қалатын болса, ол интерпретация нәтижелеріне қатты ықпал етуі мүмкін. Яғни күнделік жүргізген өте тиімді, өте маңызды. Және де бақылау жүргізгенде айтып кеткенде кез келген ақпарат маңызды. Адамның мысалы әлеуметтік топтың айтылған сөздері ғана емес, үнсіздік, жесттер, белгілі бір эмоцияларда адамның күлуі, жылауы, көз алартуы сияқты түрлі эмоциялар осының барлығын бақылау кезінде тіркеп отырған өте маңызды. Себебі сіздің зерттеуші ретінде басты мақсатыңыз ол көзге көрінетін және көзге көрінбейтін және түрлі латенттік құбылыстардың әлеуметтік мәнін анықтау, әлеуметтік контекстін анықтау. Және де бақылау кезінде, егер бір мысалға өзіңіздің рефлексияңыз қалыптасатын болса, түрлі жаңағы гипотезалар қалыптасатын болса, оларды да міндетті түрде күнделікке тіркеп отыруды ұмытпаңыз. Себебі далалық бақылау мысалға ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Алғаш уақытта пайда болған идеялар бақылаудың соңында ұмытылып қалуы мүмкін. Сондықтан осының барлығын міндетті түрде тіркеп отыру керек. Енді сапалық әдістердің ішінде аналитикалық есеп жазу мақсатында ең жиі қолданылатын әдістердің бірі бұл интервью. Интервью жаңағы информанттардың санына байланысты жеке немесе топтық интервью болып бөлінеді. Жалпы интервьюдің құралы ретінде айтып кеткенде гайд қолданылады. Гайдтағы сұрақтар олар тікелей сіздің зерттеуіңіздің мақсаты мен міндеттеріне байланысты. Яғни біз кез келген сұрақтарды қоя бермейміз. Алдын ала сұрақтарды әзірлейміз. Бірақ енді гайдтағы сұрақтар белгілі бір ретпен орналасқанымен, сіз жаңағы информантпен тілдесу барысында олардың ретін өзгертіп отыруыңыз мүмкін. Бұл жаңағы кейбір жағдайларда өте орынды нәрсе, және мұндай гайдты біз жартылай құрылымдалған гайд деп айтамыз. Сонымен қатар мысалға құрылымдалмаған гайд болады, яғни сіз алдын ала сұрақтарды дайындағанмен олардың мысалға қойылу ретін өзгертуіңіз мүмкін, немесе сұхбаттасу барысында мүлдем басқа сұрақтарды қоюыңыз мүмкін. Алайда мұндай құрылымдалмаған гайдқа негізделген интервьюдің жүргізілу жиілігі әлдеқайда сирек, себебі оның мақсаттары кішкене басқалау болады. Мысалға, егер сіз өзіңіздің зерттеуіңіздің негізгі сұрағын әлі анықтап алмаған болсаңыз, онда мысалға құрылымдалмаған гайдтың негізінде интервью жүргізіп, өзіңіздің зерттеу сұрағыңызды нақтылап алуыңызға болады. Немесе мысалға жүргізілген интервьюларды өзара салыстыру қажеттілігі жоқ болған кезде құрылымдалмаған интервьюді қолдануға болады, бірақ аналитикалық жұмыста біз өте сирек қолданамыз. Көбінесе жартылай құрылымдалған гайдқа негізделген интервью жүргіземіз. Енді біздің институт өзінің зерттеулерінде жаңағы тереңдетілген интервью әдісіне негізделген зерттеулер жүргізіледі. Мысалға, жаңа заң қабылдаудың саяси қауіптері мен мүмкін әлеуметтік салдарын талдау қажет болған кезде, біз осы заң белгілі бір салада жұмыс істейтін эксперттердің арасында тереңдетілген интервью жүргізіп, заң жобасының қандай нормалары қоғамдық резонанс тудыруы мүмкін, қандай жаңағы әлеуметтік саяси салдары болуы мүмкін деген сұрақтардың төңірегінде аналитикалық материалдар дайындаймыз. Сонымен қатар
жыл сайын қараша желтоқсан айында жыл қорытындыларын шығару мақсатында, мысалға жыл барысында қандай әлеуметтік саяси процестер болды, сарапшылар тарапынан оны қабылдау деңгейі қандай, келер жылға қандай перспективалар бар, қандай мысалға саяси технологияларды қолдану қажет немесе өзгерту қажет деген сұрақтардың төңірегінде тереңдетілген жаңағы интервьюлер жүргізіледі, және сол интервьюлердің негізінде біз аналитикалық материалдар қолданамыз. Сонымен қатар сарапшылар мектебінің топтық жобаларының төңірегінде де бұл әдісті кеңінен қолдануға болады. Мысалға, шағын және орта бизнесті дамытуға қатысты тиісті сала эксперттерімен тереңдетілген интервью жүргізу арқылы мысалға мемлекет тарапынан бизнесті дамытуға бағытталған қандай қосымша шаралар қажет деген сұраққа жауап беруге болады. Немесе қазіргі кезде қолданыста бар шаралардың тиімділігіне қатысты, мысалға, қандай шаралар, іс-шаралар тиімді жұмыс істеп жүзеге асырылып жатыр, қандай іс-шаралардың тиімділігі төмен деген сұрақтардың төңірегінде аналитикалық материалды әзірлеуге болады. Сонымен қатар сауда-саттық саясаты аясында, жобаларының аясында отандық продукцияның шетелдік сатып алушылар арасындағы сатылым деңгейін көтеру мақсатында жаңағы потенциалды шетелдік нарық субъектілері арасында нақты бір өнімге қатысты тереңдетілген интервью жүргізуге болады. Мысалға, қазақстандық өнімнің мысалға оң жақтары қандай, басқа жаңағы нарықтық тұрғыдан қарағандағы. Сонымен қатар мысалға шетелдіктердің арасында отандық өнімді мысалға сату көрсеткіштерін арттырудың тетіктері қандай, немесе қазіргі уақытта осындай мақсатқа қол жеткізудің кедергілері қандай деген сұрақтардың төңірегінде тереңдетілген интервью жүргізуге болады. Мұндай зерттеулердің нәтижесінде шетелдіктердің нақты бір қазақстандық өнімді сатып алуына не кедергі, оларды қалай жоққа шығаруға болады деген сұрақтарға жауап беруге болады. Енді аймақтық қауіпсіздік тақырыбы бойынша мысалға тиісті сала мамандарымен тереңдетілген интервью жүргізу арқылы, мәселен, Орта Азия елдері үшін ортақ қауіп-қатер факторларын анықтап, және олардың алдын алу шараларын ұсынуға болады. Этнодемографиялық процестерді зерттеуде белгілі бір этнос өкілдерінің арасында тереңдетілген интервью жүргізу арқылы, мысалы, миграциялық ұстанымдардың факторларын анықтауға болады. Білім беру саласында да интервью әдісін қолдану жаңағы мүмкіндіктері өте кең. Мәселен, барлықтарыңызға белгілі, Қазақстан бірнеше мәрте PISA зерттеуіне қатысқан болатын, және PISA зерттеушілерінің және зерттеуінің әдістемешілері өте бір қызықты феноменді байқап отыр. Яғни, жалпы халықаралық зерттеу нәтижелер көрсетіп отырғандай, оқушылардың академиялық үлгеріміне ата-аналардың әлеуметтік экономикалық әл-ауқаты өте үлкен ықпал етеді. Алайда Қазақстан бойынша және бірқатар шет елдерде ата-анасының әлеуметтік экономикалық төмен әл-ауқатына қарамастан жоғары академиялық үлгерім көрсететін оқушылар бар. Оларды біз резилиентті оқушылар деп атаймыз. Олардың үлес салмағы 2018 жылғы PISA зерттеулері бойынша 16%-ға келіп тіреліп отыр. ОСР елдері бойынша мысалға бұл көрсеткіш 11% деңгейінде тұрақталып отыр. Осындай оқушылар мен олардың ата-аналары мысалға арасында тереңдетілген биографиялық интервью ұйымдастыру арқылы осындай балалардың академиялық үлгеріміне әлеуметтік экономикалық факторлардан басқа қандай факторлары ықпал етеді деген сұраққа мысалға жауап беріп, белгілі бір гипотеза құруға болады, және кейін келе бұл гипотезаны сандық әдістерді қолдана отырып, мысалға тестілеуге болады. Енді тереңдетілген интервью әдісін қолдануда назар аударарлық бірнеше аспектілер бар. Ең алдымен информантпен тілдесуге қолайлы жағдай жасау өте маңызды. Себебі интервью кей жағдайларда 1-1,5 сағаттан
екі жарым сағатқа дейін жалғасады. Мысалға биографиялық интервью жүргізген кезде мен мысалға өзімнің диссертациялық жұмысымның қарамағында биографиялық интервью жүргіздім. Бұл жағдайда мысалға бір жарым сағаттық бірнеше мәрте интервью жүргізуге тура келеді. Себебі мысалы биографиялық интервью жүргізгенде адамның туған кезінен бастап қазіргі уақытқа дейінгі болған оқиғаларды, осыған байланысты рефлексияны анықтау қажет болады. Тиісінше адам мысалға сұхбаттасқан кезде кейбір оқиғаларды ұмытып қалуы мүмкін, немесе керісінше қатты эмоцияға беріліп қалуы мүмкін. Және бұл жағдайда сұхбаттасу қиын, тиісінше 7-10 шақты интервью жүргізуге тура келеді. Тиісінше адаммен бұл жағдайда информантпен сенімді қарым-қатынас орнату өте маңызды. Яғни информант сізге өзінің ойларын толықтай жеткізу үшін ол сізге сеніммен қарау керек. Онда осындай сенімді қалыптастыру неден басталады? Ең алдымен жаңағы сыпайы түрде өзіңіздің зерттеуіңіздің мақсаттарыңызды жеткізу қажет. Осы зерттеудің қандай ниетпен бастадыңыз деген сұраққа жауап беру үшін, яғни өзіңізге бір ең алдымен есеп бересіз, нақты бір арнайы мәтін дайындап қоюға болады. Содан кейін сол мәтіннің негізінде информантты интервьюге шақыруға болады. Сонымен қатар интервьюді жүргізудің орны өте маңызды. Бұл жаңағы тілдесуге қолайлы жағдай жасайтын тыныш, сондай бір жақсы қолайлы жер болу керек. Және де интервьюді бастамас бұрын информанттың аудио жазбаға рұқсатын, ақпараттанған рұқсатын міндетті түрде алу қажет. Себебі енді интервью ұзаққа созылатындықтан оны міндетті түрде аудио жазбаға жазып тіркеп алуға тырысу керек. Себебі содан кейін техника бойынша әрбір интервьюді транскриптілеу қажет болады. Яғни барлық естіген нәрселеріңіздің барлығын текстіге аудару қажет болады. Және де оны кез келген зерттеудің жаңағы қосымшасы ретінде міндетті түрде сақтап қалу қажет. Содан кейін информантпен тілдескен кезде мысалға оның жеке мәліметтерінің мысалға нақты аты жөні, тұратын мекен жайы, немесе әсіресе биографиялық интервью жүргізген кезде өмірінің кейбір мысалға бір деликатты тұстарын сақтап қалуыңызға бұл ақпараттың конфиденциалдығына сіз жаңағы кепіл беруіңіз қажет. Сонымен қоса бақылаудағыдай интервьюер информантпен тікелей қарым-қатынасқа түседі, сондықтан шамадан тыс эмоционалды болудың қажеті жоқ. Тиісті бір өзіңізге ыңғайлы зерттеуші информант дистанциясын сақтап отыру өте маңызды. Биографиялық интервью жүргізген кезде ол өте қиын, себебі бұл мысалға менің тәжірибемде бар интервьюлердің бірі мысалға Ақмола лагерінде отырып шыққан сталиндік кезеңдегі мысалға әйелдердің немерелерімен мысалға тілдескен кезім болды. Мұндай интервьюді жүргізгенде эмоционалды болмау өте қиын, себебі адамдар өзінің өте бір басынан өткізген өте қиын сәттермен бөліскен кезде эмоционалды болмау өте қиын. Бірақ енді осыған ұмтылу қажет. Сонымен қатар информанттың айтқан сөздері мен ойларына қызығушылық білдіруді ұмытпаңыз. Яғни бірақ сонымен қатар жаңағы баға беруден алыс болыңыз. Яғни кез келген енді әрбір адамның өзінің субъективті бір енді өзіндік көзқарастары болады. Сіздің көзқарасыңыз мысалға оған қарама-қайшы болуы мүмкін. Әсіресе аналитикалық материалды дайындаған кезде біз мысалға тап болған жағдай осиге байланысты мысалға реформа болған кезде, егер сіздің пікіріңіз мысалға интервью информанттың пікіріне қарама-қайшы болатын болса, сіз міндетті түрде оның айтқан пікірін толықтай жеткізуіңіз қажет. Яғни өзіңіздің жаңағы субъективті пікіріңізді араластырып барып интерпретациялау ол енді кәсібилікке жатпайды.